Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Сол қолына жібекті, оң қолына алтынды ұстап, шынында мына екеуі үмбетімнің ерлеріне қарам, әйелдеріне адал деп айтты. Сонда алтынның нендей зияны бар? Жақында ғалымдар егер ер адам алтын тақса, алтынның атомдары тері арқылы қан тамырларға өтіп, қан арқылы миының жадысына әсер етіп, есте сақтау қабілетіне зиян келтіретіндігін анықтады. Әрі ер адамның жыныстық белсенділігі төмендейтіні және дәлелденді. Ер адамға зиян, әйел адамға зиян емес пе деген заңды сұрақ туады. Әйел адамдарда 23-24 күнде ай сайынғы тазалану процесі келіп, зиянды қандардан тазаланып тұрады. Әлгінде зиянды нәрселер сол қан арқылы денеден шығатыны да медициналық жағынан дәлелденген ақиқат. Міне, сондықтан Құранда, сүннетте келген әмірлердің хикметіне нақылмен де, ақылмен де бойлап бойсынып, шүкір ету міндетіміз болып табылады.